Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен керемет бір рецепті бөліспекшімін. Бұл рецепті біреу білсе, біреу біле бермес. Осындай хрустящий, қытырлақ, бір жұмсақ чебурекі дайындаймыз. Бұл менің анамның рецепті. Сіздерге бүгін анам осы чебурекін жасауды көрсететін болады. Осылай ыдысымызға шай кесемен бір 6 кеседе ұн салдық. Енді пампушка, кәдімгі осындай пампушканың бір пампушканы ұнға қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Егер бұдан ұнның көлемін аздау жасайтын болсаңыздар, пампушканда аздап бөліп жасайсыздар ғой, жартысын немесе жартысынан көптеу салып, жақсылап ұнтақтап аламыз. Енді бағана сарағаштан құятын боламыз. Қараңыздар, 6 кесе ұнға бағана шай кесемен бір 2 кесе сарағаш құйдық. Енді осын жақсылап араластырамыз. Бұл жерде 1 шай қасық тұз қостық, үлкендеу шай қасықпен. Сосын осыны жақсылап араластырамыз. Қамыр енді қатты тастай қамыр болу керек. Бар күштеріңізді салып жасайсыздар. Егер қамыр бірікпей жатса, тағы да бір жарты кеседе сарағаш қосуларыңызға болады. Көп қосы жермеңіздер. Сол үшін басында біз 2 кесе сарағаш қостық. Мінекей қамыр әлі бірікпей жатыр. Тағы да бір жарты кесе қосамыз. Сонда бізде барлығы 2,5 кесе сарағаш болды. Кесе болғанда ескертетін жайт, шай кесе, кәдімгі кішкентай шай ішетін кесе. Мінекей қамырды енді жақсылап біріктіреміз. Не көрдіңіздер ма, осындай тастай қатты қамыр болып шығу қажет. Енді осыны бірден бір 3-4 бөлікке бөліп, пакетке салып, бір жарты сағатқа тындырып қоямыз. Бірден осындай бөліп алыңыздар. Себебі тынып тұрған қамырды қайтадан бөлсеңіздер, ол кезде жайылуы қиын болады. Өйткені біздің қамырымыз тастай қатты қамыр. Жарты сағатқа тындырып қоямыз. Енді осы аралықта біз салмамызды дайындап аламыз. Бір 300-400 граммдай фаршқа 1 шай қасық тұз қостық, сосын аздап қара бұрыш қосып, бір 3-4 штуктай пияз қоссаңыздар болады. Осы енді біз пиязды жақсылап тазалап, блендермен өткізіп алдық. Өте ұсақ болсын деген ниетпен. Егер қаласаңыздар, блендер болмаса, сіздерде майдалап ұсақтап тураңыздар. Сол кезде пиязымыздың соғы шығып, біздің чебурекаларымыз бір сочный болып, керемет болып шығады. Міне 30 минуттан кейін қамырды біз жайып жатырмыз. Қамырды жайып болған соң барлығын осылай кесемен бірдей өлшемде кесіп алыңыздар. Енді ары қарай қалай формада жасау өздеріңіз қалауларыңызша, әрине. Кейбіреулер қамырды майдалап, таразбен өлшеп, біртіндеп жайып шығады. Ол көп уақытты алады деп біз осылай бірден үлкен қамыр етіп жайып, осылай кесіп шықтық. Енді осыған салмамызды салып шығамыз. Өздеріңіз білесіздер ғой, чебурекіға көп қатты салма салынбайды фарш. 1 шай қасықты осылай толтырып салып, жұқа етіп жайып аласыздар да. Сосын қамыр қатты болғандықтан шет жан жақтарын сумен қамырды сулап алып, осылай жабыстырып шығамыз. Мінекей. Дәл осылай, әр қайсысын осылай сумен жабыстырып жатырмыз. Барлығын осылай жабыстырып болған соң, қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Майды астын қатты қоймаңыздар, орташа отта пісіріп алыңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен бір жасап көріңіздер. Алдағы уақытта тек қана осы рецептпен жасайтын боласыздар. Егер жасап жатсаңыздар, өз пікірлеріңіз жазыңыздар, сіздер қалай жасайсыздар. Егер бұл рецепті бірінші рет көріп тұрсаңыздар, онда міндетті түрде жасап көрулеріңіз қажет. Енді керемет, міне пузырики болып, керемет болып шығып жатыр. Қатты болып, қытырлап, қатты болмайды. Әрі жұмсақ болып, қатты жұмсақ та емес. Орташа жұмсақтықта енді айта алмаймын енді. Ол үшін сіздер өздеріңіз жасап, дәмін татып көрулеріңіз керек.
ораза айында осындай тойымды чебурекалар дайындап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Алдағы уақытта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналымды қолдауды ұмытпаңыздар. Егер рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сау болыңыздар.